Кім болса да тіл тигізіп күндеме. Мықты болсаң, жеңіле сал үндеме. Адам деген аяқ асты тулайтын, түсініксіз бірдеңе. Ұқсамайтын бір-біріне мың сырлы, кедеріксіз келтіреді күлкіңді. Жақсы көріп жүреді де әп сәтте құбылады, лезде түлеп бір түрлі. Бар айтқанын кейде сені құптайсың. Күлсе күліп, бірге жылап сықтайсың. 100 жыл бірге іргесінде жүрсең де, ішіндегі аласырын ұқпайсың. Қырып жойып, шулатады, шайқайды. Надан болу адам үшін сол қайғы. Жақсылығын көрмей қалып өтіріп, кемшілігін тығып қойса байқайды. Пенде солай қияметке айғамсыз. Адамның жасының үлкен болуы ақылдың көптігін білдірмейді. Ол біреудің қызы, ертең айналып маған тиет, балдарыңа тиет, ертең сол келінге күні қарайды мамаңның. Алла сондай қылады, келінді қорлағандарды келінге әкеп тұрып сүміретіп қояды Алла. Әйелді қорлағандарды Аллах Тағала әйелдерге бағындырып қояды. Сол әйел сенің шалбарыңды тазалап, памперсіңді тазалайтын болады. Ертең сол сенің мамаларың төсекке жатықпаса, сен қарамайсың. Сол келін қарайды. Түнде әйел күйеуінің қасында жату керек. Бір күн келеді, жататын адам таппайсың қасыңа. Оны тыңдау керек, басын сипап, қолынан сүйіп, қасында отырыңыз. Бір күн келеді, соны таппай қалатын боласың. Көшеде қаңғи бермеу керек түнде. Тоқтамай түн қыдырған боқ басады дейді қазақта. Көшеде қаңғи берсең, ертең қасыңа таппай қаласың. Еркектерге де әйелінің қасына біраз отыру керек. Бір күн келеді, қасына жататын адам таппай қаласың. Жатса да денсаулығы болмай қалады сенімен өмір бөлісу. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дейді ғой. Жаман күйеуден шығады ол. Әйелдің бойында бір жаман қасиеттер болса, тойдан кейін оның бәрі күйеуден. Егер Мерседес керек болса, Мерседес алыңыздар. Жігітке әзілдеп айтқанбыз, жігіттерге түсінеді. Өздерінің мысалында москвичті алып, одан Мерседес талап етпеңдер деп. Сөйтіп бізге әлеуметтік желіге бір әйел жазған, біз С-класс едік қой. Мен С-класс едім, күйеуім мені москвич қылды ғой дейді. Осындай талай қыздар бар да, не бір құлпырып жайнап тұрған қызды қорлап, күн қылып, езғіп жерген жігіттер көп та біздің қоғамда, өкінішке қарай. Бірінші, 5-те тұрсаң, 5-есінен бататындай боласың. 6-да тұрсаң, асы төгілетіндей болады. 7-де тұрсаң, өмірде жететіндей ғана тіршілік етесің. Өзіңнен аспайды, болды. 8-де тұрсаң, сезетіндей ғана тіршілік етесің. 9-да тұрсаң, тозғаның. 10-да тұрсаң, оңбай кетесің. Ал ары қаратай өзің білесің. Айтпай ақ қойын.